Сәлеметсіздер ме, жас достар? Сабағымыздың тақырыбы тарихи шығарманы сахналау. Сабағымыздың оқу мақсатына сай сіздің меңгеретініңіз. Мәтіннен автордың көзқарасын негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтау. Алдыңғы оқуда қалыптасқан тілдік түсінік пен дағдыларға сүйене отырып, мына сұрақтарға жауап берейік. Бұл ненің суреті? Қазақ тарихындағы қандай тұлғаларды білесіздер? Олар театр қойылымдарында, кино түсірілімдерінде сомдалған ба? Абылай ханның арманы атты қойылымның тұсаукесері туралы аудиомәтінді мұқият тыңдаңыз. 2015 жылы Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драмалық театры Қазақ хандығының 550 жылдығына арнап Абылай ханның арманы атты тарихи драманы сахналады. Драманың авторы белгілі жазушы, драматург Думан Рамазан, қоюшы режиссері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Болат Ұзақов. Шығарма Абылай ханның жоңғардың тұтқынына түскен кезінен басталады. Абылай ханның қазақ халқын қиын кезеңнен қалай аман-есен алып шыққанын көрсетеді. Бұл шығармада ұлы ханның көшбасшылық қасиетімен бірге адами болмыс бітімі, қайраткерлігі, саясаткерлігі, ақыл-парасаты, ержүрек батырлығы жан-жақты ашып көрсетілген. Ал жас достар, бүгінгі жаңа сөздермен олардың мағынасымен танысайық. Тұтқынға түсу, бостандықтан, еркіндіктен айырылу. Танытқан, дәлелдеген, көрсеткен. Сахналады, сахнада өнер көрсетті. Майталман, өз ісінің асқан шебері. Қаламгер, әдебиет майданының өкілі, жазушы, журналист. Қастерлеймін, құрметтеймін, ардақтаймын. Меңгеретін, бір істі тындыратын, қыр-сырын жақсы білетін. Қызмет ету, еңбек ету, сый көрсету. Үлес қосу, пайда келтіру, дамыту. Елші жіберу, екі елдің арасында келіссөз жүргізу. Шиеленісті шешу, ымыраға келу, татуласу, келісімге келу. Сонымен оқушылар, Абылай ханның арманы атты тарихи шығарманың авторы Думан Рамазан, ал қоюшы режиссер Болат Ұзақов. Белгілі режиссер Болат Ұзақовтың Ақжүніс Астана журналының тілшісіне берген сұхбатын мұқият тыңдап, мазмұнына назар аударыңдар. Сіз басқа режиссерлер секілді пьеса, инсценировка жазасыз ба? Қазақ театрын әлемге танытқан инсценировка. Оны дамытқан режиссер Әзірбайжан Мамбетов. Ол Шыңғыс Айтматовтың «Ана, жер ана», ғасырдан да ұзақ күн, Әбдіжәміл Нұрпейісовтың «Қан мен тер» және тағы басқа шығармаларды сахналады. Үлкен полотнолар тудырды. Сол арқылы режиссер ретінде өзі де әлемге танылды. Қазақ театрында биік белеске көтерді. Пьеса жазу үшін драматургияның не екенін, оның заңдылықтарын білу керек. Пьесаның не екенін білмей, бір пьеса оқымай, драматургияға баруға болмайды. Дулат Исабеков, Әкім Таразилер драматургияның майталмандары. Бұл қаламгерлер драматургияның биік белесіне шыққан қаламгерлер. Тарихи шығармаларға ерекше қызығатын сияқтысыз. Ол рас. Қазақ тарихына ерекше қызығамын. Өйткені өз ұлтымды ерекше жақсы көремін. Өзге ұлттарға ұқсамайтын қасиеттерін қастерлеймін. Қазақ ұлты қабілетті, нені болса да тез меңгеретін, ерекше талантты ұлт. Осындай ұлы халықтың адал ұлы ретінде еліме қызмет етіп, өз үлесімді қосқым келеді. Өз-өзіңе бұл өмірде не істедім деп сұрақ қойғанда,
Жауабыңа өзің аз да болса қанағаттануың керек қой. Сондықтан менің мақсатым ұлтымның тарихын сахнада бейнелеу. Тарихи шығарманы сахналау өте қиын. Ол үшін ұзақ іздену, көп оқу керек. Абылай ханның арманын қойдыңыз. Абылайдай тарихи алыпты сахнаға шығару үшін жүрек жұтқан батыр болу керек шығар. Театрдың батыры болу керек. Абылай ханды бұған дейін мықты режиссерлер сахнаға шығарды. Мен оларды қайталамауым керек. Абылай қазақтың ел болуына еңбек сіңірді дейміз. Ал қандай еңбегі бар? Нақты не істеді? Ол мықты саясаткер болған. Абылай деген 2 томдық тарихи деректі кітапты тауып оқып зерттедік. 300-дің басын қалай қосқаны, елді қалай аман сақтағаны, Қытайға, Ресейге қалай елші жібергені, шиеленістерді қалай шешкені бәрі анық жазылған. Нақты құжаттармен берілген. Мұнда Абылайдың даналығы, көшбасшылығы, саясаткерлігі, батырлығы дәлелді жазылған. Қойылымда Абылайдың осы образын сомдауды көздедік. Әңгімеңізге рахмет, шығармашылық табыс тілеймін. Тыңдалған мәтін бойынша тапсырмаларды орындаңыз. Бірінші тапсырма. Сұхбат мазмұны бойынша нақты сұрақтарға жауап беріңіз. Жауапта жаңа сөздерді қолданыңыз. Әзірбайжан Мамбетов қандай режиссер? Несімен танымал? Пьеса жазу үшін драматург не істеу керек? Дулат Исабеков, Әкім Таразилер кімдер? Болат Ұзақовты тарихи шығармалар неге қызықтырған? Абылай ханды сомдауда Болат Ұзақовтың басқа режиссерлерден ерекшелігі неде? Жас достар, мына ықтимал жауаптары беріледі. Сіздердің жауаптарыңыз дәл осы жауаптай болмағанмен, осы жауаптарға мазмұны, мағынасы сәйкес пе? Өздеріңді тексеріп алыңдар. Екінші тапсырма. Сұхбат мазмұнындағы негізгі ойды анықтап, тақырып беріп, 2 бағанға бөліп жазыңыз. Өз жұмыстарыңызды ықтимал жауабы нұсқасымен тексеріп шығыңыз. Сіздердің жауаптарыңыз дәл осы жауаптай болмағанымен, мазмұны, мағынасы сәйкес келеді деп сенім артамын. Үшінші тапсырма. Берілген кестеге мәтін желісі бойынша автордың көзқарасын, өз көзқарастарыңды жазып, астарлы ойды анықтаңдар. Жауаптарыңды ықтимал жауабымен салыстырып қараңдар. Жауаптарыңыздың мазмұны, мағынасы сәйкес келеді деп есептеймін. Төртінші тапсырма. Берілген пікірге аргументтер келтіре отырып, дәлелдеу. Тарихи шығарманы сахналау өте қиын. Аргументтеріңді ықтимал жауабы нұсқасымен тексеріп шығыңыздар. Сіздердің жауаптарыңыз дәл осы жауаптай болмағанмен, мазмұны, мағынасы сәйкес келеді деп сенемін. Оқушылар, бүгін біздер тарихи шығарманы сахналау тақырыбында ең үздік сахналық қойылым туралы мәліметтермен танысып, тапсырма орындау барысында автордың көзқарасын негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтау мақсатын тағы бір пысықтап, тақырып бойынша алған білімдерімізді жүзеге асырдық. Олай болса, шығу парағын пайдаланып, төмендегі сұрақтарға бүгін не үйрендіңдер? Сабақ бойынша қандай сұрақтарың бар? Келесі сабақты қандай мәселеге баса назар аудару керек? Сабақтан қандай ой түйдің? Деген сұрақтарға жазбаша жауап беріп, ұстаздарыңызға жіберуді ұмытпаңдар. Сау болыңыздар.